Hello guys! Today we have the next lesson, finally. My name is Ақмарал Кеңесқызы. Менің атым Ақмарал Кеңесқызы. Бүгін біз келесі сабағымызды бастап жатырмыз. Енді жаңа сөздер. Оның алдында сөздерді мен сенімдімін сіздер күшті практика жасағандарыңызға. Бүгін енді күшті тағы да біздің күнделікті өмірде қолданатын заттарымызды, яғни сумкада болады, машинада болады, үйде болатын заттар. Ең бірінші сөз, әрбір адам үнемі қолына ұстайтын сөз бұл a bag. A bag. Bag бұл сөмке. Bag, бак емес. Бак емес бұл bag, сөмке. Next word is біз күнде қолданатын smartphone деп айтады, mobile phone дейді, telephone дейді, немесе жай ғана phone. Phone, не phone. Көп адамдар қателесіп бұл сөзді phone деп қойды. No, phone, smartphone, mobile phone, telephone және де phone. Осы төрт атауы бар. Ең оңай phone'ды үйренсеңіздер болды. Қалғанын өзі түсінуге тұрарлық нәрсе өзі. Next word is glasses. Glasses. Glasses бұл көзілдірік біздің күнде киетін glasses. Okay, glasses. Next word is key. Key бұл біздің әрдайым қалтамызда, қолымызда жүретін не бұл? Key. Қайда кетіп қалды? Міне. Key. Key бұл кілт деген мағынаны білдіреді. Next word is біздің күнде жақсы көретін затымыз бұл headphones. Headphones, наушники. Next word is енді біз glasses очкиді үйренсек, күн көзілдірігі. Sunglasses. Sunglasses. Және де көптеген адамдардың сумкасында жүретін нәрсе бұл a pen. A pen. Ручка, қалам. A pen. Және де a pencil. Карандаш. Қарындаш. A pencil. Next word is қазіргі біздің көп керек нәрсеміз бұл laptop. A laptop. Laptop бұл ноутбук. Ал планшет ағылшынша болады a tablet. A tablet. Күшті, иә? Енді тағы бір керек нәрсе, қолданатын нәрсеміз бұл. Қолданатын өзіміздің қасымызда жүрген нәрсе бұл a table. A table. Бұл үстел, немесе жұмыс үстелін біз a table деп айтамыз, немесе a desk. A desk. Desk бұл парта деген мағынасы бар, және де офис үстелі деген мағынасы бар. Next word is tissue. A tissue. Tissue бұл салфетка. Кәдімгі құрғақ tissue салфетканы айтады. Ал влажный салфетка, ылғал салфетканы бізде айтады a wet wipe. A wet wipe. Влажный салфетка. Ылғал салфеткамыз күнде қолданады. Және де біздің жақсы көретін күнделікті аксессуарымыз бұл a watch. A watch. Watch қол сағаты. Жарым сағат емес, естеріңізде сақтаңыздар, қол сағаты. A watch. Next word is umbrella. Немесе an umbrella. Umbrella бұл қол шатыр. Қазір бізде күзгі мезгілі autumn, және де umbrella біз күнде қолданамыз. Umbrella. Next word is purse. A purse. A purse бұл әйелдердің сөмкесі, немесе клатч болады, кішкентай сөмке, немесе әмиян. Именно әйелдердікі. Ер адамдардың портмонені ағылшынша айтады a wallet. A wallet. Байқап тұрған шығарсыздар, W-ден E әрпі келсе, біз оны оқимыз A мен оның ортасындағы біз a wallet. Портмоне ер адамдардың. Next word is біздің күнде ұстап жүрміз a cash. Cash бұл наличка. Наличный ақша, қағаз ақша. Қағаз ақша оны наличный ақша дейді. Және де көп адамдар қолдануы мүмкін, бірақ бізде қазір оны қатты қолданбайды, сондықтан білгендеріңіз дұрыс. A credit card, кредитный карта. A credit card, кредитный карта. Next word is notebook. A notebook, бұны көп ойлайды, ноутбук деп ойлайды. Жоқ, бұл ноутбук емес, бұл ежедневный біздің күнделікті қолданып жүрген блокнотымыз. Ал жай дәптерді ағылшын тілінде a copybook. A copybook. Дәптер деп айтады. Next word біздің күнделікті көріп жүрген нәрсеміздің бірі бұл a window. A window. Window терезе, ал есік a door. A door. Дур емес, door емес, a door. Door. Әрпі оқылмайды, бірақ деген дыбыс естіледі. A door. Next word is receipt. Receipt. A receipt. Receipt бұл біздің күнделікті алып жүрген квитанциямыз. Receipt. Бұны қалай қолдану керектігін алда үйренетін боламыз, сондықтан сөз міндетті түрде жазып алыңыздар. Receipt. Next word is a picture. A
a picture. Biz күнде фотоға түсіріп жатырмыз ғой, да? Оны photo немесе a picture. Сурет, картина деген мағынаны білдіреді. Next word is water. Water. Water аударылады су. Water. Су. Next word is scissors. 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 Оқылымына мән беріңіз, білмен бірге қайталап отырыңыз. Қайшы деген мағынаны білдіреді. Next word is knife. Knife. К әрпі оқылмайды. Knife бұл пышақ деген мағынаны білдіреді. Next is money. Money. Money бұл ақша. Next word is біз күнде баратын жеріміз бұл a cash machine. A cash machine. Немесе ATM. Америкада ATM деп айтады, ал Британия, Европа жаққа қарап болсаңыз, ол жақтан cash machine деп айтады. Бүгін сіз банкоматқа барғанда байқаңызшы, банкомат терминалда айтады, үстінде ATM деп жазылып тұрады. Бұл банкомат деген мағынаны білдіреді, немесе терминал, да? Next word is ticket. A ticket, билет. Және де соңғы сөздеріміз бұл a cup. A cup бұл кесе, ал кружка біздің офиста күнде жұмыста қолданады, да? A mug. Бокал деген мағынаны. An identity card. An identity card. Немесе қысқаша ғана NID деп айтуға болады. Бұл біздің жеке куәлігіміз. Мен бірге қайталап айтыңыздар. NID. An identity card. An identity card. Бұл біздің күнделікті қолданатын сөздеріміз, сондықтан бұларды қайталап, немесе үйде неше түрлі ойын ойнастыруыңызға болады да, үйдегілермен. Бұл керемет күнделікті қолданатын сөздер. Қалай бұны практикада қолданамыз? Келесі сабақта көреміз. See ya!